Ассалаумағалейкум қадірлі көрермен, өнер сүйер қауым. Алатау дәстүрлі өнер театрының кезекті премьерасына дайындық үстіндеміз. Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын бүкіл қазақ қана емес, әлем тойлап келе жатыр. Әрине бұл Абайдың тойын тойлау ғана емес, оның ар жағында ойлау да бар. Абай бізге не қалдырды, не қазына қалдырды, не айтты, не бағдаршам болды, қандай бағдаршам болды. Осы мәселеде бүгін әңгімемізді өрбітіп сұхбаттасатын Ақтөбе театрының режиссері Мейрам бауырым келіп отыр. Мейрамды арнайы шақыртып осы Алатау дәстүрлі өнер театрында Абайдың бір ерекше қырын, ерекше бір образын шығару үшін спектакль қойғызуға алдырып отырмыз. Әңгіме барысын, әңгіменің өрбісін қалай болатынын сол Мейрамның ойлары арқылы жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал Мейрам, қош келдің. Рахмет. Шынымен талай театрларға өзіңнің шығармашылығыңның ізін қалдырып, режиссерлік қабілет қарымыңды көрсетіп жатсың ғой. Дегенмен де Алатау басқа театрларға ұқсамайды. Дәстүрлі өнер театры. Халықтық театрдың бір қалыбы сияқты ма, анау кәсіби театрлардан сәл өзгешелігі бар. Ең бірінші содан бастайықшы, келген кезде Абайды одан кейін жалғастырамыз. Осы театрға қалай мақұлдап Абайды қоюға келдің? Бұл театрның ерекшелігін біліп келдің ба? Жоқ, кәсіби театрдың қалыбына қайта салам деп ойладың ба деген сияқты сұрақтар туады өзінен өзі. Содан бастайық алғашқы әңгімені. Өте жақсы сұрақ аға, негізі. Бұл театрға қоймастан бұрын әрине басшылық маған хабарласқан. Осылай біздің Абайдың 180 жылдығына арналған, жалпы Абайға арналған бір спектакль біздің сахнамызда болсыншы деген мақсатта маған хабарласқан еді. Басында жалпы бұл театрдың спецификасын мен былай сырттай білгенмен келіп спектакльдің көрмеген екем. Былай білемін, Мәмлүк спектаклі бар екенін, Теміртас спектаклі, тағы да басқа Айман Шолпаны бар. Және де ол спектакльдардың бағыты дәстүрге, дәстүрлі қазақтың өнеріне байланысты. Сонымен қатар бізде кейбір ұмыт болып бара жатқан әндеріміз бар, кейбір ұмыт болып бара жатқан дәстүрлі аспаптарымыз бар. Осының барлығын бір сақтап қалудағы, осының барлығын бір көрерменге насихаттау бағытындағы бір театр екенін, және де жалпы қазақтың дәстүрлі театры қандай деген сұрақ мен жалпы мазалайды. Жалпы қазақтың дәстүрлі театры қай уақыттан басталады деген сұрақ мені мазалайды. Өйткені сонау 20-шы жылдардың бастарында, 20-шы жылдардың ортасында бізге кәсіби режиссерлар, кәсіби актерлар, кәсіби театрдың өзі қалыптасқан болса, оған дейін қазақта театр болмады деген мүмкін емес, мен ойымша. Мүмкін емес. Иә. Өйткені дала театры бар, иә. Сол айтыстың өзі театр. Сол Алтыбақанның өзі театр. Айтыс, қыз бен жігіт айтыс, қыз қуу. Иә, қарапайым ақсүйек ойынның өзі театр. Алтыбақан. Иә. Сонымен ойлаймын, театр деген, біздің дәстүрлі театр деген, сонау сол жақтан, сонау қаншама ғасырлар бойы келе жатқан. Сол қоғам, жаңағы айтады ғой, полноценно миымен қорытып осы театр деп түсінбесе де, неосознанно соны театр жасады. Сондықтан ойлаймын, осы бағытта бұл театр қалыптасса, сол бағытта өзінің дәстүрлігін сақтаса, баяғы далалық еркіндік, далалық еркіндік нәрсені сақтаса, сол кезде бізде, яғни Алатау дәстүрлі өнер театры деген нәрсені ұстап қалатын шығар. Өйткені біздер білеміз, Японияның өзінің кабуки театры бар. Қаншама ғасырлар бойы бірде-бір нәрсесі өзгермеген, яғни моментім болды енді. Таза Жапонның ұлттық дүниесін ғана насихаттайтын. Насихаттайтын. Олар
бір келген басқа да иностранец, басқа шетелден келген көрермендерге сол Японияның тілін немесе сол жерде соны түсіндіріп басында ауыртпайды. Келді қара. Түсінесің, түсінбейсің, ол екінші мәселе. Иә, екінші мәселе. Сондықтан олар сақтап қалған нәрсесі әлемдік деңгейдегі театрлардың бірі. Барлық қаншама шетелдік көрермендер қызығып, түсінбесе де қызығып қарайды соны. Қазақтың да дәстүрлі театрын дәл сол деңгейге көтеруге болады дейсің ғой? Болады, әрине, мүмкін емес, ол мүмкін. Кәдімгідей мүмкін. Сондықтан сол нәрседе жұмыс жасалса керемет нәрсе болар еді. Бірақ біз дәстүрлі дегенмен де қайткенде де бізге совет үкіметі қалыптастырған методтармен жұмыс жасауға қазір мәжбүрміз. Станиславский бар, Чехова бар, Мерхальта бар, тағысы бар. Бірақ солардың барлығы бізге келді. Тоқетері мына осы театрға әңгіменің түйініне алып келейікші. Жаңағы келудегі дүниең қалай келді? Енді Абайды біз қалай көреміз деген сұрақ маған туындады. Осы жерде дәстүрлі театрда Абай қалай көрді? Дәстүрлі театрда, осы бағыттағы театрда біз қалай қоямыз? Бірінші негізі Мұхтар Әуезовтің Абай жолына жүгінгенмен. Мүмкін осының бір екі томын, мүмкін осы томнан бір какой-то жиынтық бір нәрсе қоям ба деп өзім ойда келгем. Кейін бірақ өзгеруіме себеп болған нәрсе бұл осы жердің актерлары. Өйткені мен осының алдында бұл спектакльді қоймас бұрын бір 2-3 күн уақыт алды келгем. Сол кезде мен жұмыс жасаған кезде актерлардың потенциалдарын көрдің ғой? Иә, потенциалын көрдім, және де олардың уәждерін естуге тырыстым. Қандай уәждері бар. Олардың түсінігі бойынша олар нағыз актерлармен жұмыс жасағанды қалады. Сондықтан мен екі шығарманы біріктіруге тырыстым. Ол Абайдың қара сөздері мен Сэмюэл Беккеттің «В ожидании Годоны күте-күте» деген пьесасы бар. Жалпы біз не күтіп жүрміз? Жалпы вообще Абай келе ме деген сұрақ. Спектакльдің аты Абайды күте-күте, қазір полноценный спектакльдің нәрсесін ашпағанмен, бірақ ойлаймын, спектакль бойы біз Абайды күтеміз. Өйткені пьесада «В ожидании Годода» күтумен айналысады, ешқандай әрекет жасамайды, бірақ бір нәрсені күтеді, ол Құдайды күтуі мүмкін, ол бір өзгерісті күтуі мүмкін, ол бір бақытты күтуі мүмкін, азабында күтуі мүмкін, өлімінде күтуі мүмкін, бірақ күтеді. Бірақ ең қызығы сол күтудің арасындағы уақытты толтырудағы олардың ешқандай әрекеті жоқ. Тап солай спектаклімізде де Абайды күтеміз. Бірақ Абайдың айтқан қара сөзіндегі әрекеттерді біз жасамаймыз. Мен үшін Абай ол қазақтың прокуроры. Қара сөзінде. Қазақты даттаушы адам. Ақтаушы. Сондықтан бұл жерде сол қара сөзден скорее всего жапа шеккен қоғам бір жерге жиналады. Бір жерге жиналады, сол жерде олар Абайды күтеді, Абайға өздерінің ішкі уәждерін айтуға. Келмеген Абайға, көрмеген Абайға, күтіп отқан Абайға. Иә, ең қызығы, абсурды, олардың барлығы біледі, Абайдың точно келмейтін. Физикалық тұрғыда. Бірақ түбі келеді деп сенеді. Түбі келеді деп, бірақ сенеді, және өзінің реніштерін айтуға тырысады. Бұл тәсіл ғой енді, тәсіл. Иә. Өз-өзін алдаудың бір тәсілі. Иә. Бірақ соңы Абай расымен де келе ме? Немесе Абайды күтудің қажеті жоқ па? Бар ма, жоқ па? Оны айтпайық. Оны айтпаймыз. Себебі көрермен Абай келе ме, келмей ме? Біз осыншама массымен үлкен мәселені, проблеманы қозғап бүйтіп отырған кезде қазір айтпайық. Мүмкін келетін шығар. Иә, мүмкін келетін шығар. Мүмкін келмейтін шығар.
Оны көрермен келіп, өз көзімен көрсін. иә Сонда қызық болады. Мен ойымша абай келетін сияқты. Анау үш атты ақбоз атты шанаға мініп алып аяз ата сияқты келетін сияқты. абай міндетті түрде келеді аға. Себебі балаша алданып отқан көңіл ғой. Сөйтеміз ғой мысалы. Иә. Осындай сенім ана жердегі кейіпкерлерді байқасам. Шынымен Мейрам, мен абайды біраз мен де зерттеген адам. Оқыдық, тоқыдық, білдік. Бір жағынан сенің абай жолынан ауытқып, жаңаша дүниеге кеткенің мені қуантып отыр. Біз абайды, портрет абайдан шаршады халық. иә Одан кейін абайды қойсақ қайталау. Бәрі қайталау. Қодары мен қамқаны қоспаса абай спектакль шықпайтын сияқты көрініп тұрады бәріне. иә Немесе Оразбай мен Құнанбайдың арасындағы тартысты қоймаса абай жоқ сияқты. Әйтпесе абайдың өз қара сөздерімен 45 қара сөз, 170 өлең, 7 поэма аудармаларын қосқанда өзімен өзін жындығы бойландырып, қалың елім, қазағым деп отыратын абай. Осындай бір стандарттан қашан құтыламыз деп жүргенде, бір жағы сенің ойың маған ұнады. Жалпы күту. Бірақ жаңағы күте деген кімнен алдым дедің? Сэмюэл Беккет. Сэмюэл Беккеттің. Бұлай қарағанда Годоны күте. Иә. Оны қайталау немесе бір басқа дүние оқымай ма әйтеуір? Жоқ. Сюжет сол ма? Иә, сюжеті сол пьесамен келеді. Ал әңгімесі басқа? Әңгімесі басқа. Мен үшін ең маңыздысы аға не? Абайдың қара сөзін не актуальны қылу. Мен ойлаймын, абайдың қара сөзі не актуальны болған кезде қазақ өзгереді. Өзінің құндылығын жойған кезде қара сөз. Мына жерде мынаны айттық екен. Жоқ, бір күні бір қазақ. Соны орындап тастаптық қой. Иә, орындап тастадық қой міне. Бұл енді бізге қызық емес. Асқар Сүлейменовтің сөзі еске түседі. Иә. Қазаққа ес кірген күні абай ескіреді деген. Осы сөз ғой сенің алып отқаның. Сондықтан өйткені бұл жерде актерлар қара сөзді айтқан кезде қазаққа ес кіру керек те, абай ес кіру керек қой. Ес кіру керек. Не актуальны болу керек. Қазіргі сөзбен айтқан кезде біздің қоғамға қара сөз не актуальны, потому что өйткені бұл нәрсе болды, өтті басымыздан. Иә. Актуальны болды, бірақ қазір не актуальны? Нәтиже жоқ. Иә. Сол біз нәтижесінің жемісінде тұруымыз керек қой. Иә. Сол кезде мен қуанар едім. Сол кезде қазақтың мүмкін қоғамның бір өзгерісі болар ма еді деген бір үміт бар. Қоғамдық сана, ұлттық сана өзгереді дейсің ғой. Мен де күтіп жүрмін оны. Бәріміз де күтіп жүрміз. Ал бұл мысалы іс жүзінде ұлттық сана, қоғамдық сана, абайдың шығармасы, қара сөздері, поэзиясы, жаңағы үлкен философиясы арқылы өзгерген жоқ. Иә. Бірақ біз өзгертеміз деп бұна дүниені қойған дүние, сенің идеяң. Иә. Халыққа қаншалықты әсер ете алады ол ұлтқа, көрерменге? Бұл қадам ба жоқ? Жалпы әсер етеді деп ойлаймын, өйткені біріншіден бұл абайдың қара сөзіне деген нестандартный подход. Біріншіден. Сонысымен қызықтыра аламыз деп ойлаймын. Екіншіден, түсіне білген адамға бұл жаңағы Годоны күте деген шығарманың негізгі суйтын түсіне білген адамға бұл үлкен катарсис сыйлайды деп ойлаймын. Өйткені мынандай бір қызық жағдай болған. Қателеспесем, Швейцарияда немесе Швецияда екі елдің бірінде бұл пьесаны в ожидании Годо деген, негізі гад деген сөздің өзінен шығады. Ол құдай. Құдайды күте. Бұл жерде спектакльді бір режиссер пожизненно заключенный дейді ғой, өмір бақи бас бостандығынан айырылған түрмеде жатқан адамдармен қояды спектакльді. Бір төрт квадрат
неде таңнан кешке дейін сенің өмірлік бүкіл өмірің сол 4-4 қабырғаны қараумен өтеді, сол актерлармен қояды. Соның санасындағы бір сәуле. Соның санасындағы үміт. олар нені күтеді қабырғаның ішінде? Өмір бақи сол жерде қапаста отырған адам таңның атысына сенің мақсатың жоқ. Не жұмысқа баратын мақсатың жоқ. Араласатын адамың Не жоқ. араласатын адамың жоқ. Не отбасың жоқ. Мынадан басқа ешкім жоқ. Иә, мынадан басқа ешкім жоқ. Олар сол кезде мынаны күткен кезде не істейді? Қандай әрекетке барады? Сол туралы сондай адамдар жинап спектакль қояды. Бұл үлкен резонанс тудырады Европада. Тіпті автордың өзі қолдайды бұл спектакльді. Потому что шынымен де, расымен де біз олардан не күтеміз? Қандай әрекет күтеміз? Құдай келгеннің өзінде де не айтады оларға? Құдайға. Не өзгертеді Құдай оларға? То же самое біздің қоғамға Абай келген кезде не өзгертеді Абай? Егер тіріліп келсе. Иә. Жалпы Абайды күтудің немесе сол қара сөзді мынандай қылып актуальны қылудың мақсаты. Өткенде есіңде бар ма екен, бір сұхбатымда айтып едім. Абайдың 180 жылдығы дүркіреп өтті. Абай тіріліп келсе, мына халыққа не айтатын еді дейді, мен білмеймін не айтатынын, бірақ қайтадан қайтыс болып кететін еді деп айтқам. Сол сияқты ғой ол, мына енді 180 жылда өзгермеген халыққа не айтады? Иә. Өзгермеген халыққа не айтады? 180 жылдығын тойлаған кезде мен үлкен история естігем. Бір қызық оқиға естігем. Жалпы сол ауылда 180 Абайдың ауылында тойлаған кезде бір қызығы ауылдың бизнесмендері магазиндердегі заттардың барлығын 4 есе 5 есе қымбаттатыпты. Содан енді ол қаладан алыс қой. Сол жерге жиналды, қаншама облыстан актерлары бар, басқасы бар, анаусы бар, мынаусы бар. Барып қаладан еш нәрсе ала алмайды. Сөйтеді жаңа магазинге барады, а магазинде 10 есе 20 есе қымбат. Бізде болды ғой. Иә, абсурд. Үлкен абсурд. Тіпті біреуі жаңағы басқа облыстан келген адам ренжіген екен жаңа. Абай жынданып жазған қара сөзіндегі тірі кейіпкерлерін айналып барлығы, иә, сол жерде болып жатыр. Абсурдтың барлығы сол жерде болып жатыр. Сонда 180 жылдығын біз қалай тойладық? Не мақсатта тойладық? Жақсы тойлаған. Жалпы мына қойып атқан дүниеңдегі, енді Абай десе біз міндетті түрде философия мен трагедияға таңып тастаймыз ғой, байлап тастаймыз. Болды. Сенікі қандай неде? Сипатта. Сатира бар, гротеск бар, фарс бар, күле отырып шыққан кезде мысқылмен әжуаға құрылған дүние. Мысқылмен әжуаға құрылған дүние, драмасы бар. Өйткені спектакльдің соңына қарай кейбір кейіпкерлер бұл мәселені барынша түсінуге тырысады. Бірақ түсінгенмен ары қарай оның айналасы түсіндірмеуге тырысады дейсің. Иә, айналасы түсіндірмеуге тырысады, ол түсінуге тырысады. Жалпы біз шындық деген өте бір ащы нәрсе. Шындықты мойындаудың өзі бір үлкен бір қиын нәрсе. Жеке тұлғаға. Біз қоғам навязывать ететін нәрсемен өмір сүріп келеміз. Қоғам бізге қалыптастырған, сен жоқ олай болмайды, осылай істеу керексің деген нәрсемен. Мен қазір үстіме розовый куртка кие алмаймын аға. Потому что розовый куртка кисем, менің қасымдағы досым айтады, сен біртүрлі болып кеткенсің ғой. Сондықтан мен қара түске киюге тырысамын. Өйткені мынандай нәрсе бар. Генотип деген және фенотип деген нәрсе бар. Генотип бұл сенің ата әке шешеңнен келетін, келе жатқан жалғасып кеткен түрің, характерің, сабақтастық. Иә. Ген арқылы келетін нәрсе. Фенотип деген нәрсе бар. Біз болып өмір сүріп жатқан қоғам навязывать ететін нәрсе. Соң әсері. Иә. И на самом деле маған актерлар айтады, ертең көрермендердің бір несіне қалып қоймаймыз ба? Бір ренішіне, біреу бізді не істеп кетпей ма ертең? Біз Абайды күттік қой. Балағаттап кетпей ма? Иә, балағаттап біз Абай қайда? Қайда? Біздің стереотипті миымызда қалыптасқан Абай қайда деп. Ертең ренжіп кетпей ма?
мен айтамын, бұл біздің фенотипіміз қалыптасқан. Біз солай көруіміз керек. Өйткені бізде енді бір нәрсесін ашайын, мұғалім бар. Абай болып келетін мұғалім бар. Ренжиді ол. Мен неге Абайдың қара сөзін оқуым керек деп. Неге? Оны оқысын, мен ештеңе айтпаймын, бірақ актер болып сахнаға өтірік қоршақ болып шығару ғой бұл жерде. Иә. И на самом деле қоғамда страшно сол болып жатыр. Қаншама біздің мұғаліміміз актерің бар, мұғалім бар, дәрігерің бар, инженерің бар, заң қызметі, бәрін Абай қуыршақ жасап жатырмыз ғой. Иә. 180 жылдық осы екен деп. Бірақ самый страшный аға неде? Залға көрермен болып келіп отқан адамдар соны кәдімгідей серьезно түрмен қабылдайды. Иә. Тыңдайды ананы, түсінбесе де. Ол анау бір уақиға болған, мен анаммен. Біздің қазаққа ол нәрсе жақын, мынау Брехттің нәрсесі деймін да. Өйткені кешіріммен қарап, актерлық шеберлігіне тәнті отырады ғой енді, тырнақшаның ішінде. Иә. Барлығы және түр қалыптастырады, ана Абайды түсініп отырық деген. Қабағын түйеді, деп бір күрсінеді жаңағыдай. Сосын шапалағын ұрады. Но на самом деле оның астында бір отчет жатыр да. Біз өткіздік деген. 180 жылдыққа шара өткіздік деген сандық нәрсе ғана жатыр. Науқандық, иә. Не қойды, дәстүрге айналған. Бір күндік нәрсе. Беккеттің шығармасында да осы нәрсе бар. Келген екі кейіпкер күтіп отырады да, бір сәтте ұмытып қалады нені күтіп отқан. Кімді күтіп отқан. Сосын бір-біріне айтады, біз кімді күтіп отырық дейді. Абайды ғой дейді. Ұмытқат өткені күнделік нәрселері қайталанып жатыр. Біз қазір сондай заманға түстік. Бүгін Абайды тойладық па 180 жылдығын, ертең ұмытып қаламыз. Ертең өткені ар жағында Жамбыл тұрады. Ар жағында Жамбыл тұрады, ар жағында Ыбырай тұрады, ар жағында Сәкен Сейфуллин тұрады. Соны бір күндік нәрсемен толтырамыз да. Сонымен әйтеуір сосын жаңа отчет береміз. Біз 40 мың көрерменді қамтыдық, 40 мың көрерменнің санасын Абаймен сусындаттық. Көрерменнің ұмытып қалды ол кеше келген нәрсесін. Өйткені сол жерде көрерменнің өзін біз зорлап алып келеміз. Тұрмыстық дүниеде түйсігімен ойланатын халық жоқ. Тұрмыстық дүниеде күнде. Мысалы, сен спектакльді көргеннен кейін жаңағы Абаймен бірге өтірік күңіреніп, образға кіріп, аяғында қол шапалақтап кеткеннен гөрі адам жынданып, нервштетіп кету керек. Біз әлі соған жеткен жоқ. Маған көрермен ренжіп кету керек. Не күттім мен деп. Соңында маған оның миына катарсис, мен ойлаймын, спектакльдердің барлығының мақсаты да сол, соңында катарсис сыйлау. Бір сананың жарылысын сыйлау. На самом деле мен не істеп жүрмін? Бірақ мен никогда спектакльмен тәрбиелеуге тырыспаймын. Мен спектакльдің мақсаты мен үшін не? Қоғамда болып жатқан жараның үстін басушы ғана, еске салушы ғана. Тамыршы ғой, тамыршы. Дөп басып. Мына жеріңде сенің бір ауру бар, міне бастым. Ары қарай емдемеу. Ол сенің өз қолыңда. Мен жай ғана бастым. Диагноз. Диагноз. Міне мынандай. Болды. Менің мақсатым сол ғана. Айғайлап ақыл айтып, осындай болыңдар деп ұран жоқ қой. Қолымды көтеріп алып, осылай істе деудің менің жоқ. Мен жай ғана көрсеттім. Қоғамда болып жатқан спектакльдің сонда қалай басқа Абай туралы қойылып отқан дүниелер көп, мысалы, бір-біріне ұқсамайды, бірақ қайталау бар. Бәрібір соның бәрі аяғында пафосный аяқталады. Қалың елім, қазағым, сен сенем, сен бүйт, осындай болма, осы болашағыңа сенем, арасында бірден ақыл айт. Оларға көз қарасың, сонда дұрыс емес пе?
басқа әріптестерің өзің қойып Иә, жатқан режиссерлар. басқа бір әріптесімнің, басқа бір режиссердің немесе басқа бір театрдың қойылып Немесе олар жатқан осындай дүние- режиссерлық заңдылық барын, режиссердің осындай бір жауапкершілігі, оның міндеті как диагноз қойып қана кету керек екенін олар білмей ме? білетін шығар аға, мен ешқандай оған таласым жоқ. Келген көрермен таңдасын өзі. Солындай Абайды көргісі келсе, сол Абайға барсын. Ал осындай Абайды көргісі келсе, маған келсін. Мен ешкімді зорламаймын, ол жақтікі дұрыс емес, ол жаққа барма, маған Бұл жерде енді Абай ақын, философ, жаңа сенің тіліңмен айтқан кезде ұлттың прокуроры деп айтайық. Иә. Сот үлкен. Әнші, композитор. Композиторлығы да бар керек. Аудармашы. Иә. Мына жерде композиторлық деген кезде Абайдың небір әндері еске түседі. Иә. Бұл жерде әндер қалай ойнайды? Қалай қосылады? Мынада бізде дәстүрлі әншілер деген, Құдайға шүкір, оркестр бар, ансамбль бар, бишілеріміз бар деген сияқты. Оны қалай қосып жатырмыз деген бар ма, олар жоқ па деген? Ән бар, сүйемелдейтін нәрсе бар. Абайға қатысы жоқ кейбір сүйемелдейтін нәрсе бар. Но бірақ негізгі лейтмотив ол сегізаяқ. Бір үлкен тереңде жатқан нәрсе. Тікелей мағынада алып қараған кезде де сегізаяқ біз қалай деп алсақ, Абайдың поэзиясындағы ең өзекті нәрсе сегізаяқта, қара сөзіндегі ең өзекті 38-ші қара сөз ғой. Сол сияқты ғой екеуі. Иә. Сондықтан мен ойлаймын, бір сол сегізаяқтың бұл жерде бір вокальны бір керемет айту емес сегізаяқты. Бізде бір актриса сол кейіпкер айтады, ашына біліп айту сегізаяқты, күйіне біліп айту, еш нәрсе өзгермейтінін біле тұра айту. Менің мақсатым бір Абайды бір символизировать етіп бүйтіп жоғарыға шығару емес. Мен сізге айтайын, бір қызығы, ертең 50 жыл өткеннен кейінді Абайдың орнын тағы біреу басады. Бұл бүтпейтін бір шеңбер. Гармония қайталанып отырады. Қайталанып отырады. Абайдың 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін оның орнын тағы біреу басады. Және осылай біз біреуді бір нәрсені бүйтіп жоғарыға қоямыз да, сонымен өмір бақи күресумен өтеміз. Және соған ренжумен, және соны күтумен. Және ол бітпейді. Абайға дейін де болды, Абайдан кейін де болады бұл нәрсе. Күнді айналған жер құсап, күнге қараған күнбағыс құсап жүреміз дейсің ғой. Адам бар жерде, қоғам бар жерде, біз бір нәрсені күтумен жүреміз. Қанын ішіп, сүйегін сықырлататын бір тұлғаны тауып алады ғой. Тауып аламыз міндетті түрде. Және сонымен күресіп өтеміз. Сондықтан маған бір Абай бұл жерде бір ойбай, Абай мына басымды ауыртып менің бір нәрсе етіп кетті, мен міндетті түрде сол туралы бір нәрсе қоям деген мәселе емес. Абай мен үшін бір сылтау ғана. Себеп. Сылтаудан гөрі себеп тұр. Себеп шығар, себеп. Себепсіз салдар болмайды. Иә. Сондықтан осы себеп арқылы біз қоғамда болып жатқан кейбір абсурдтық нәрселерді көрсетуге тырысамыз деп ойлаймын. Күтудің өзі абсурд. Әрекет жасамай күтудің өзі абсурд. Біз күтіп отырған, халық күтіп отырған, қазақ күтіп отырған дүниенің бәрін айналдырып алып кеп, бір Абай арқылы ғой сонда. Иә. Так что совпало, солай бір несі келіп қалды. Абайдың 180 жылдағы себеп мен үшін осы нәрсені шығару. Мейрам, енді біз не күтіп отырмыз сонда, айтшы? Кімді демей-ақ қояйын? Не күтіп отырмыз? Жалпы ұлт ретінде, қазақ ретінде, ел ретінде не күтіп отырмыз? Иә, өте жақсы сұрақ аға. Айтайын деп отқаның осы ғой. Иә. Жасырған финал. Бірақ не күтудің, біреуді күтудің, немесе бір нәрсені күтудің өзінің мақсаты бар ма? Неге біз жалпы күтеміз? Неге күтуіміз керек? Қажеттіліктен күту туады.
мысалы. Ол маған осындай бір сәуле береді, нұр береді, күш береді, ақыл береді. Немесе қанат болады деген сияқты бір мен алдамшы. үшін күтуден гөрі әрекет маңыздырақ сияқты. Мәселе әрекеттің де мағынасы болады. Мәселе алдыңнан күту ма, арт жағыңнан күту ма деген екі сұрақ. Қай жақтан? Алдыңнан болса да күтесің бәрі. Мына кейіпкердің өте керемет сөзі бар. Кеше көрсеңіз байқаған шығарсыз, немесе байқамаған шығарсыз. Потсо деген кейіпкер бар бұл спектакльде. Өзі келеді, артынан Лакки деген көмекшісі бар, соны ілестіріп алып жүреді. Былай айтқан кезде ол көмекшісін ол тіпті адам құрлы санамайды. Есек қылып әкеледі. Жүгін артып қойған соған нәрсеге. Бір үлкен метафорлық, символдық деңгейдегі персонаж. Өйткені мен үшін Лакки сол Потсоның бүкіл арын арқалап жүретін адам. Бүкіл ұятын, арын арқалап жүретін адам. Чемодан дейсің. Чемодан. И сол келеді де өзінің қай жаққа бара жатқанын білмейді, бірақ бара жатыр бір жаққа қарай. Оның санасында мынандай нәрсе Потсоның. Мен әрекет етіп жатырмын. Бірақ ол әрекеттің де ешқандай мақсаты жоқ. Әйтеуір уақытымды өткізу үшін бір әрекет жасап жатырмын. Келеді де, кері қарай кетіп бара жатқан кезде мынандай тексті бар. Ортадағы қоғамдағы бір кейіпкер тұрады да дейді: сіз былай қарай кетіп бара жатыр едіңіз ғой, кері қарай кетіп бара жатсыз ғой дейді. Сол кезде анау Потсо айтады: мен всегда бір жүрер алдында екпін алам дейді да. Шегініп барып, кері кетіп барып дейді. Кері кетіп барып, екпін алам дейді да. Ол ақталу ғой. Ақталу. Себебі ұмытып қалды ғой қайда бара жатқанын. Өйткені оның мақсаты сол жерге қайтып келу. Шегініп барады да, сол жерге бәрібір қайтып келеді. Сол жерге қайтып келеді. Сол жерге қайтып келеді де, уақыт өткізу үшін аналардың алдында неше түрлі нәрсені жасайды. Тамағын ішеді, тағы нәрсесін істейді, ананы істейді, мынаны істейді. Бірақ в тот момент ол қашады. Неге қашады? Өйткені қоғамның арасында біреу тұрып айтады да: арыңа неге бүкіл нәрсені артып қойғансың сен дейді. Жүктің бәрін неге анаған артып қойғансың? Сол кезде анау кейіпкер қысылады қатты. Жауап бермеуге тырысады ол нәрсеге. Қашады. Шындықтан қашады. Мен Мейрам жаңағы дайындықтарымды көрдім ғой, көріп жатырмыз. Жалпы Годо Құдайды күту, күте. Бұл жерде де Абайды күту. Абай арқылы бүкіл Алаштың, бүкіл қазақтың, жалпы адамзат өзінің алдамшы бірдеңені күтетіндігі. Жай өзіңді айтып отырсың, неге әрекет етпейміз. Сол сияқты мәселе болашақтан күту ма, кері кетіп арт жақтан күту ма, бәрібір бір күту бар екені белгілі. Мағынасы Абайдың арсыз болмай, атақ жоқ, алдамшы болмай, бақ қайда дегеніне келеді бұл мағынасы түгел, қорытсақ. Сондықтан да әңгімеңе рахмет, біраз әңгімелестік. Көрермен де тыңдап отыр. Құдай қаласа бұрын соңды бұндай шешім болмаған деп айта аламын. Мейлі жаңағы Құдайды күте-күтеден соның әсерінен жазылған дүние болса да, Абайға дәл мынандай көзқараста, дәл мынандай шешіммен келген режиссер дәл көрген жоқпын мен мысалы. Бар, неше түрлі, бірінен бір өтетіні бар. Оларға Алланың нұры жаусын. Ел риза болған шығармалар бар ғой. Бірақ мынау ерекше. Сол ерекше дүниені елмен бірге көрейік, Құдай қаласа. Ел көрсін, жұрт көрсін, пікірін айтсын. Біз кімді күтіп жүрміз, нені күтіп жүрміз, Абайды неге күтеміз деген сұрақтардың бәріне жауап тауып қайтсын. Және өзі бұдан кейін пәле-жәлені күтпейтіндей, өтірік арманды күтпейтіндей, жалған дүниені күтпейтіндей, өтірік байлықты күтпейтіндей,
әрекет арқылы әдемі өмір сүре білетін көрермен санасы оянып қайтсын деп тілек айтқым келеді. Біз кімді күтіп жүрміз? Ал мен неге күтуім керек деген әңгімемен бүгінгі сұхбатымызды түйіндейік. Рахмет. Біз неге күтуіміз керек? Рахмет. Жақсы әңгіме болды деп ойлаймын.